Ассалаумағалейкум армағазақ. Егер хикаяларымыз сізге ұнап жатқан болса, онда арнамыздағы подписаться және бір ғана лайк демелерін басып, видеороликтерімізді, хикаяларымызды соңына дейін тыңдаңыз. Ал онда біз бастадық. Екі ұста жігіт Мұрат пен Манат екеулесіп жер қазып, сол жерді қайта бинаны тұрғызу үшін әрекет жасап жатыр еді. Әп-сәтте олар Рашид ағаның бұл жерде ғимарат тұрғызатынын айтып, екеуі әңгімелесіп жатқан кезде Мұрат сол жерді қазып жатты. Қазып жатқан кезінде қатты бір нәрсеге күрегі тиіп кетті. Күрек тикеннен кейін оның жан-жағын аша бастады. Қарады да қатып қалды. Сол кезде Манат сұрады: "Не болды саған? Не болды?" деді. Мұрат: "Адам сүйегі, сүйек бұл" депті. Солы болса, осылайша сол көшедегі адамдар арасында көптеген әңгімелер тарап кетті. Жаңадан бой көтеріп жатқан жаңа ғимараттар үшін жер тақталып жатқан бұндай жерде адам өлігі табылғаны адамдар арасында кеңінен тарады. Сонымен қоса қылмыстық іс қозғалды. Бұл қылмыстық істі бас майор Азиз Усманов басқарды. Оның қолына лейтенант өз құжаттарын беру уақытында бұл қыз бала екен. Жынысы әйел. Осыдан 10 жыл бұрын зорлық-зомбылық жолымен өлтірілген, пышақтап кетілген деп құжатты қолына ұстатты. Бір кеме енді 10 жыл алдыңғы қылмыстық істі тергеуіміз қалып еді. Онсыз да ісіміз басымыздан асып кетті, деді лейтенант. Осы кезде бас лейтенант Азизбек Усманов: "Жоқ, бұлай деп айтуға болмайды. Бұл 10 жыл бұрын болды ма? Тәп сәтте болып отыр ма? Біз қылмыстық іс болды ма, соны айқындатуымыз керек. Бұл туралы хабарлаңдар. Осыдан 10 жыл алдын осы қызға ұқсаған жоғалған қыздар тізімін іздеп табыңдар." Телевизор көріп жатқан Әлібек деген кісі орнынан шошып тұрып аулаға шықты. Аулаға шығып өзінің қиялдарын қоя бастады. Ол жаңадан құрылып жатқан көшеде табылған мәйіт Ділназанікі болса, мен оның бәріне жасырмастан айтам. Себебі бұл бәрібір қылмыстық іс түбіне жетіледі. Полицияшылар бәрібір олар біледі деп ой пікір жүгіртті. Сол кезде үйден тысырлаған дауыс естіліп, қыз бала ойланды. Әйелі балаларын алып шешесінің үйіне кеткен. Үйде кім жүр деген сұрау пайда болды. Әлібек үйге кіріп қараса, ең өзбен көрсін үйдің светі өшіп қалды. Көрші денесе ыңсың дыбыс естілді. Сол үйге кіріп барса, аппақ көйлек киген, тырнақтары өсіп кеткен, ұзын шашты қызы отыр. Ол ішкерге күліп: "Ділназа сенсің ба?" деді. Ділназа басын көтеріп: "Я, мен. Осыдан 10 жыл мені алдын өлтіріп кеткенің есіңде ме? Жақында мені екі жақсы адам құтқарып алды, және де менің денеммен қосып рухымды да еркіндікке жіберді" деп сөйледі. "Сен сонда аруақсың ба?" деді Әлібек. Сол кезде Ділназа: "Я, әрине" деді. Сол күйінше Әлібек сыртқа қарай жүгіре қашты. Ділназа бақырды. Осылай ол аулаға жүгіріп шықты. Аулада оның жан тәнімен қысып жатқан Ділназа қолынан босаған Әлібек бақыра берді. Ділназа тамның төбесіне шығып ұшып жүргенін көргенде Әлібектің жаны шығып кете жаздайтындай бақырды. Сол ортада ауылдың ақсақалды атасы көшеден өтіп бара жатқан Жансерік ата өзінің көршісі үйінде айқай болып жатқанын естіп, Әлібек не бәле, ішіп келіп әйелін ұрып соғып жатыр ма деп шошып түсіп үй жағына қарағанда, ауада тұрған аппақ киімді әруақты көріп шошына түсті. Әлібек Жансерік аға осылайша бақырып: "Ой, Алла сақта, бисмиллахир-рахманир-рахим" деп қайта-қайта бақырып, көрші қоянның бәрін жинады. Сол кезде Әлібектің Жансерігі: "Серік, бұл жерде не болып жатыр?" деді. Жансерік аға: "Әлібектің үйінде әруақ бар" деп айқайлай берді. Серік есе: "Қойыңызшы аға, сізді кім айтады тақуадар жас үлкен кісі деп? Ол шындыққа жанаспайтын әңгіме ғой" деп қарай берді. Сол сәтте Жансерік аға: "Тамның төбесіне қараңдар, әне әруақ жүр ғой" деді.
Сол сәтте көршілерінің бірі қарап, шынымен де деп жан тәнімен адамдар қарқай бастады. Әп-сәтте бір-бірінің құлағына сыбырлап әңгіме айтты. Аруақ төбеге ұшып көтерілді де адамда қарап ұшып жоқ болып кетті. Осылайша адамдар бір-біріне сілтеп сеңкір-меңкір болған әңгіме болды. Сол кезде Жансерік аға: «Сен кірсеңші, Серік, сен соның жақын жорасысың ғой, кірсеңші» деді. Сол кезде Серік: «Барсаңыз өзіңіз барыңыз, жасыңыз үлкен тақуадар кісісіз, әруақтан сіз қорққанда маған не жол бермек?» деді де үнсіз қала берді. Жансерік аға: «Сені жақын дос дейді-ау, осындай кезде Әлібектің жанында болмасаң қашан жанында боласың» деп тоңқыла сөйлеп кетті. Осылайша қаш қарайып түн болған кезде үйге ешкім кіруге қорықты. Осылайша бәрі өз үйіне тарап, қолдарында телефон, бірме-бір Әлібектің үйін суретке алудан басқа ешнәрсе амалын таппай отыра берді. Осы кезде Жансерік аға көршінің үйінің алдында әйелімен шығып тұрған Ділшатты көріп: «Сен бер жаққа келсеңші» деп бақырды. Сол кезде бәр қауым жиналып Ділшат ортаға келді. Ділшатқа: «Сен милицияда істейсің ғой, полицияшы емессің ба? Сенің мәрттігіңді көрейік, кіріп тексеріп шық» деді. Осылайша Ділшат ішкерге кіруге келісті. Солайда Әлібектің үйінің дарбазасының алдына кіре кетті. Сонда екі жігіт: «Бізде барамыз» деп екі жасөспірім ішкере жұлқына кірді. Осылайша әулиеге кірді. Аулада ешқандай дыбыс сырт-сырт естілмейді. Осылай үйге кірді. Үйдің 3-ші қабатына шығып: «Әлібек аға» деп айқайлап бір-біріне қарай берді. Қараңғы хананың ішіне Ділшат кірді де ұзына жатқан қара нәрсеге қарап жатқанын екі жасөспірім көрді. Барып қараса, Әлібектің кеудесіне пышақ қадалған жағдайда жан пида еткені көрініп тұрды. Егер сізге осы хикаяларымыз қорқынышты және де тәсіршілі болған болса, онда арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймелерін басып, біздің күн бойына жасаған еңбегімізді бағалай кетіңіз. Ал онда біз сізбенен қоштасамыз.